Ғұсыл алу барысында дененің қай бөліктерін жумаса болады? Ғұсылдың мақсаты денені толық жуып тазаланудан тұрады және ғұсыл құйыну деп аталады. Бұл Алланың бізге бұйырғаны. Бұл туралы мұсылмандарға Құранда Мәида сүресінің 6 аятында былай делінген: егер бой дәреттерің бұзылса, бастан аяқ жуынып бой дәрет алыңдар. Ал егер науқас немесе жолаушы болсаңдар, яки үлкен дәретке отырып келгеннен, не әйелмен қосылғаннан кейін жуынатын су таба алмасаңдар, таза топыраққа таяммум соғып, яғни алақандарыңды таза топыраққа соғып, беттеріңді және қолдарыңды шынтаққа дейін сыйпаңдар. Бұл пәрмен дененің су тимейтін мүшелерінен тыс барлық бөлігінің жуылуы қажет екенін білдіреді. Мәселен, көздің ішкі жағына су тигізу мүмкін емес, сол үшін жумаса да болады. Әйел кісілердің жыныс мүшесінің ішкі бөлігі де тура сондай. Мұндай жерлерді жуу өте қиын әрі қауіпті. Сонымен, ғұсыл алу барысында әйелдер жыныс мүшесімен қоса денесін тұтастай жуып шығу керек. Бірақ жыныс мүшесінің ішкі бөлігін жууы міндетті емес. Мұндай жерді жуу кезінде зиян тиіп кету қаупі бар болғандықтан, керісінше кеңес етілмейді. Түптеп келгенде былай деп айтуға болады: әйелдердің ғұсыл алу барысында жыныс мүшелерінің ішкі бөлігін жууы діни көзқарас бойынша мүлде қажет емес. Оның үстіне бұл дұрыс емес, соңы жақсылыққа апармауы мүмкін. Тақырып пайдалы болса, каналға жазылып, қоңырау және лайк басуды ұмытпаңыздар.